Сәлематсың ба? Менің оқушым бірінші сыныптың математикасы. Келесі сабақтың тақырыбы тізбектер. 55-ші сабақ. Бүгінгі сабақта біз тізбек құруды және заңдылықты анықтауды үйренесің. Яғни біз осы сабаққа дейін заңдылықтың не екенін өттік. Мектепте ұстазыңмен бірге қайталадың. Енді тізбектер құру арқылы сол тізбектердегі заңдылықтарды табу, сол арқылы тапсырманы орындайтын боламыз бүгін. Бірінші тапсырмаға қарай ғой. Бірінші тапсырмада былай дейді: жыл мезгілдері мен олардың белгілерін ата дейді. Бұл ауызша орындалатын тапсырма, өте оңай, оны барлығымыз білеміз. Жылдың 4 мезгілі бар. Күз бірінші, одан кейін күздің белгілерін біз білеміз. Күзде күн суыта бастайды, аспанда бұлт торлайды, жапырақтар жерге сарғайып түсе бастайды. Ал күздің артынан екінші қыс келеді. Яғни жапырақтар жерге сарғайып түскеннен кейін күн суытып, қар жауады, ағаштардың басын қар шалады, өзендер, сулар мұз болып қата бастайды. Бұл қыстың белгілері. Қыстан кейін үшінші көктем келеді. Қар ерігеннен кейін жылғалардан су ағады, ағаштар бүршік жауады. Күзде жылы жаққа ұшып кеткен құстар көктемде қайта келеді. Яғни табиғаттың барлығы жаңарады көктемде. Көктемнен кейін 4-ші жыл мезгілі ол жаз. Жазда күн ысиды, айналаның барлығы жасыл желекке оранады. Әрине бізде жазда демалыстар болады. Біз өзенге, көлге шомылуға барамыз, немесе жағажайға. Бұның барлығы жылдың 4 мезгілі және олардың белгілері туралы. Ары қарай. Бірінші тапсырманың екінші бөлігінде былай дейді: тізбектің дұрыс ретін ата. Яғни мына тұрған суреттер тізбек. Оның әрқайсының өзінің дұрыс реті бар, соны ата дейді. Түн, күндіз, таңертең және кеш. Біз тауып беруіміз керек. Тауып атап айтуымыз керек. Қайсысы түн, қайсысы күндіз, қайсысы таңертеңгі уақыт және қайсысы кеш. Ең бірінші түн. Түнді біз білеміз. Түннің белгісін айналаны тас қараңғы басады. Сондықтан да түннің суреті ол міне тұр. Мен кітапқа былай сызып көрсетемін, түсінікті болу үшін. Ал сен сұраққа ауызша жауап бергенде осылай атайсың, яғни үшінші сурет ол түн. Келесі күндізгі уақыт. Күндізгі уақытымыз ол бізде екінші суретте тұр. Себебі күндіз күн дәл төс төбеге шығып тұрады. Таңертеңгі уақыт біз білеміз, таңертең күн ұясынан жоғары қарай ағарып атады. Сондықтан да 4-ші сурет таң. Ал бірінші сурет ол кешкі уақыт, өйткені кешке күн өзінің ұясына қызара батады. Енді бұл тізбектің дұрыс ретімен атау үшін біз қайсынан бастаймыз? Біз әрине таңғы уақыттан бастаймыз. Тізбектің ең бірінші реті ол таң, екіншісі күндіз, күндізден кейін күн қайта батады, яғни кеш бола бастайды, ол 3, 4-шісі түн. Түннің артынан қайтадан таң атады. Сөйтіп, тізбек жалғасып кете береді. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырмада былай дейді: тізбекті жалғастыр. Яғни, мына тұрғанымыз суреттеріміз, олар тізбек. Біздің алдымызда екі тізбек көрсетілген. Осыны мына жерге жалғастырып суретін сал дейді. Фигуралар, текшелер, санау таяқшалармен тізбек құрастыр дейді. Ал кеттік ендеше тізбектерді жалғастырайық. Бірінші тізбекке қарайық. Бұл жерде фигураның 3 түрлі түсі берілген. Ол міне көк, қызыл және сары. Енді ары қарай байқап отырсаң, осы 3 түс дәл осы ретімен қайталанады. Көк, қызыл, сары. Міне, біз заңдылығын таптық. Көк, көктен кейін қызыл, қызылдан кейін сары тұрады екен заңдылық бойынша. Енді осы заңдылықты ары қарай жалғастыру керек. Біз көк, қызыл, сары, көк, қызыл, келесі
фигура қандай түс болу керек? Ол сары болу керек. Келесі, екінші тізбекке қарайық. Бұл жерде енді фигуралар тек қана екі түске боялған. Назар аударып қарасаң, ол көк және қызыл. Көріп тұрғаныңдай, көк фигураның саны біреу ақ. Ал қызыл фигураның саны екеу. Бұл тізбектің заңдылығы сол. Бір көк және екі қызылдан тұрады. Бір көк, екі қызыл. Бір көк, екі қызыл болу үшін біз мына жерге қандай фигураны саламыз? Біз екінші қызыл фигураны саламыз. Осылай тізбекті жалғастырып аяқтаймыз. Ары қарай кеттік. Үшінші тапсырма. Фигуралардың қандай тізбектілікпен орналасқанын түсіндір. Соңғы шыршаны қалай бояу керек? Дәптерлеріңе орында дейді. Біз бұл жерден үш бұрышты көріп тұрмыз. Үш бұрыштың әртүрлі түсі берілген. Санайық, неше баған бар? Бұл жерде 1, 2. Бірінші түсті санап алайық. Түсіміз нешеу? Қызыл түс бар, жасыл түс бар және сары түс бар. Үш түс берілген және 1, 2, 3, 4, 5, 6 баған берілген. 6 баған. Енді заңдылығы сол. Яғни, әр қатарда, мына қатарларда, әр түс екі-екіден болу керек. Қарап отырсақ. Енді қарайық, төменнен бастайық. Мына жерде сары үшбұрыш екеу бар, қызыл үшбұрыш екеу бар, жасыл тек біреу ақ қана. Демек, мына шыршаның төменгі жағын, ең төменгі бөлігін біз жасылмен бояймыз. Қазір мен шамамен былай көрсетемін. Бұл бөлігі жасыл болу керек. Дәптерге орындаған уақытта оны мұқият әдемілеп бояу керек болады. Мен мүмкіндігімше көрсетіп жатырмын. Келесі, ары қарай келесі екіншісіне қарайық. Екінші қатарға қараймыз ортадағы. Бұл жерде сары түс мұнда бар біреу. Қазір 1 минут. Міне тұр. Екеу тұр міне. Міне біреу тұр. Міне біреу тұр. Жасыл түсіміз екеу бар. Қызыл түс қана біреу ақ қалып қойды. Демек, қызыл түс біреу, ол екеу болу үшін біз боялмаған шыршаның мына бөлігін қызылға бояймыз. Келесі, үшінші жоғары жақтағы қатарға қарайық. Бұл жерде қызыл түс екеу бар, міне тұр. Жасыл түс екеу бар. Қандай түс жоқ? Қызғылт сары түс жоқ. Демек, шыршаның жоғары бөлігі қызғылт сарыға боялады. Әрине, мен мынандай бояу үшін кешірім сұраймын, өйткені маған компьютерде суретті бояған ыңғайсыз, сол себепті мүмкіндігінше көрсетіп жатырмын. Сен дәптерге оны тиянақтап, әдемілеп, бояп алып барасың. Болдық. Міне шықты. Сонда біз ең бірінші тапсырманы орындамас бұрын мына жерде заңдылықты анықтап алдық. Яғни, түстердің саны нешеу екенін қарап алдық, ойға салып, одан кейін оның әрқайсысы нешеуден болу керек екенін анықтап алдық та, және оларды түгендей отырып, жоқ түстерге бояп шықтық. Сонда қайталанбайтын шыршалар шығады әртүрлі. Төртінші тапсырма. Фигуралардың қалай орналасқанын түсіндір. Соңғы кестені қалай толтыру керек? Соңғы кестеміз ол мынау. Біздің мақсатымыз осы кестені толтыру. Оны толтыру үшін біз алдыңғы фигуралардың қалай орналасқан заңдылығын тауып алуымыз керек. Қарайық, фигуралар қалай орналасқан. Бірінші суретте фигуралар ұяшықтардың сол жағында орналасқан. Екінші суретте ұяшықтың ортаңғы және төменгі жағында орналасқан, сол оң жағында. Ал үшінші суретте ұяшықтың оң жағында және сол жағының төменгі ұяшығында орналасқан.
Енді бұл жердегі заңдылық қарап тұрсақ, ұяшықтар бір-біріне қарайды. Айна сияқты. Айнаға қарап тұрған сияқты. Мына фигураның айнасы ол оған қарама-қарсы тұрған фигура. Демек, бізге бірінші тұрған суретке қарама-қарсы сурет салу керекпіз. Сонда біз ең соңғы төртінші суретті толықтыратын кезде біз оған қандай дөңгелектерді саламыз? Қызыл дөңгелектерді, бірақ оң жағынан саламыз. Сонда олар бірінші суретпен бір-біріне қарама-қарсы айнада тұрғандай көрінеді. Соңғы тапсырма, 5-ші тапсырма, бұл математикалық ребус. Оны шығару үшін әрине біз заңдылығын анықтап аламыз. Қараймыз. Ең алдымен бірінші шаршыға қарайық. Шаршының өзі кішкентай бірнеше бөліктерге, шаршыларға, ұяшықтарға бөлінген, және олардың кейбіреуінде сандар белгілі болса, кейбіреуінде белгісіз. Біз ең әуелі 3 ұяшығында да белгілі сандарды бір-біріне қосып, заңдылықты анықтап аламыз. Қарап отырсақ, 3-ші қатарда 3 ұяшықта да сандар белгілі. Демек, оларды бір-біріне қосамыз. 3 пен 1-дің қосындысы 4-ке тең. Шыққан 4 пен 4-тің қосындысы 8-ге тең. Демек, бұл шаршының, үлкен шаршының заңдылығы, оны көлденең де, тігінен де барлығын қосқанда мәні 8-ге тең болу керек. Кеттік. Енді бір ұяшық қана белгісіз тұрған қатарларды анықтап алайық. Ортаңғы қатарға назар аудар. Бұл жерде 2 ұяшық белгілі, тек біреуі ғана белгісіз. Соны табамыз. 8 шығу үшін мұнда 2 белгілі санды қосамыз. 3 пен 1-дің қосындысы 4-ке тең. 4 уже бар. Қандай сан жетіспейді? 8 болу үшін тағы да 4 жетіспейді. Сонда 8 шықты. Ары қарай, келесі. Енді бірінші қатарға қарап отырсам, бұл жерде 2 ұяшық белгісіз, мына екеуі. Біз бұл екеуінде қандай сандар жасырылған білмейміз. Бірге қосып табу керек болса. Біз енді көлденең есептейміз. Ортасындағы 2 белгілі ұяшықты қосамыз. 3 пен 1-дің қосындысы 4, 8 болу үшін тағы да 4-ті қосамыз. Міне шықты. Енді тігінен есептей берсек болады. 1 мен 4-тің қосындысы мына жерде 5, 8 болу үшін біз мұнда 3-ті қосамыз. Тексереміз. 4 қосу 1. 5, 5 қосу 3, 8. Сонда көлденең де, тігінен де барлығында 8 шығып тұр. Дәл осылай екінші үлкен шаршыны орындайық. Мына жерде белгілі тұрған 3 санды бір-біріне қосып, заңдылығын тауып аламыз. 10 қосу 20, 30, 30 қосу 40, 70. Яғни мұнда барлық жағын қосқанда 70 болу керек. Бірінші қатардан бастаймыз. 10, 10-ға 20-ны қосамыз. 30, енді 70 болу үшін бізге. Неше сан жетіспейді? 40 жетіспейді. Мына жерде 40 болу керек. Сонда барлығын қосқанда мына 70 шығады. Ары қарай, ортадағы бос ұяшықты табуымыз керек. Ол үшін мына тұрған 10-ға 20-ны қосып аламыз. 10 мен 20-ның қосындысы 30-ға тең. 70 болу үшін біз 40-ты жазамыз. Ары қарай, енді соңғы 2 ұяшықты табу үшін біз көлденең есептейміз. Бірінші тұрған, көлденең тұрған қатарға қарайық. 40-ты 10-ға қосамыз. 40-қа 10-ды қосамыз. 50, 70 болу үшін мына жерге 20-ны жазамыз. 20-ға 40-ты қосамыз. 60, 70 болу үшін мұнда 10-ды жазамыз. Сонда көлденең де, тігінен де бізде барлығы 70-ке тең болып шықты. Келесі енді кітапты аяқтадық, жұмыс дәптеріне өтейік. Жұмыс дәптерінде 2-3 тапсырма берілген. Біріншісіне қараймыз. Бос орындарға тиісті суретті сал дейді. Ол үшін біз мына үлкен шаршы қандай суреттерден құралғанын анықтап алу керекпіз. Ол гүл. Гүлден, шыршадан және саңырауқұлақтан тұрады. Енді түгендейміз. Қай сурет жетпей тұр? Мұнда гүл бар, шырша бар, ненің суреті жоқ? Саңырауқұлақтың
суреті жоқ. Суретті дәптерге әдемілеп салып қоямыз. Ары қарай, екінші қатарда екі ұяшық белгісіз. Енді біз нені табамыз? Мына ұяшық табамыз. Ол үшін тігінен қарап түгендейміз. Саңырауқұлағымыз бар, гүліміз бар. Не жоқ мұнда? Шырша жоқ. Келесі бірінші қатарға қараймыз. Бағанға, бірінші бағанның ортасы бізде белгісіз. Оны табу үшін тағы да түгендейміз. Мұнда гүл бар, шырша бар. Тігінен көлденең гүл бар, шырша бар. Екеуінде де не жоқ? Саңырауқұлақ жоқ. Сондықтан саңырауқұлақтың суретін салып қоямыз. Ары қарай кеттік. Екінші суретіміз үш түрлі жалаушадан құралған. Ол көк жалауша, қызыл жалауша және жасыл жалауша. Тек біреуі ғана белгісіз. Жоғары жақ бірінші және үшінші қатарда жалаушалардың саны түгел. Енді ортадағы қатарға қарайық. Бұл жерде қызыл жалауша бар, көк жалауша бар. Қандай жалауша жоқ? Тігінен қарайтын болсақ, көк жалауша бар, қызыл жалауша бар, қандай жалауша жоқ? Жасыл жалаушамыз мына жерде жоқ. Демек, бұл жердегі жалаушаны жасыл түске бояймыз. Дәптерге әрине әдемілеп салу керек болады бұны. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада былай дейді. Міне екінші тапсырма. Суретте 1-ден 4-ке дейінгі цифрлардың айнадағы бейнесі көрсетілген. Келесі бейне қандай болады? Суретін сал. Жаңағы кітаптағы тапсырмадағыдай, бұл жердегі фигуралар, сандар, бір-біріне қарама-қарсы айнадағы сурет секілді тұр. Сондықтан қарайық. 1 мен 4 арасындағы сандар дейді. Бірінші сурет бұл қандай сан? Бұл 1 деген сан. Себебі 1-ді біз білеміз, танимыз, осылайынан. Оның айнадағы бейнесі, яғни қарама-қарсы тұрған бейнесі, ол мынадай. Сонда бұл 1 болады. Екінші суреттегі бұл 2 және оған қарама-қарсы тұрған бейнесі. Үшінші суретте тұрған бұл 3 және оның қарама-қарсы бейнесі. Төртінші суретте тұрған бұл 4 және оның қарама-қарсы бейнесі. Келесі суретте не болу керек? Қандай сан болу керек? Ол 5 болу керек. Және оның қарама-қарсы тұрған бейнесі болу керек 5-тің. Сонда мына жерде 5 деген сан болу керек. Үшінші тапсырмада мысалдарды есепте. Бұны енді біз білеміз. Қосындының немесе айырманың мәнін табу керекпіз. 8 мен 2-нің қосындысы. Бұл 8-ден кейін 2 рет алға қарай санаймыз деген сөз. 8, 9, 10. Келесі, азайтқан кезде азайту тұрса, сандар азаяды. Яғни 9-дан аз болады. 9 азайту 7, 2-ге тең. 60 пен 40-тың қосындысы. Ондықтарды қосу үшін біз бірліктерге бірліктерді қосамыз, кейін 0-ді жалғаймыз. 6 мен 4-тің қосындысы 10 екенін білеміз. Бұл дегеніміз 6 ондық пен 4 ондықтың қосындысы 10, және 1 0-ді мұнда тіркейміз. Сонда 60 пен 40-тың қосындысы 100-ге тең. Ал 90 мен 60-тың айырмасы 30-ға тең. Себебі 9 мен 6-ның айырмасы 3-ке тең ғой. Оған 0-ді тіркедік. Ары қарай 2 ондық пен 3 ондықтың қосындысы 5 ондыққа тең, және мұна тұрған 1 0-ді жанына тіркейміз. Сонда 50 болады. 50 мен 40-тың айырмасын табу үшін 5 ондықтан 4 ондықты азайтамыз. 1 ондық және 0-ді жанына тіркейміз. Міне, математика сабағының 55-ші сабағында аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше.